Конкретно вообще. Что-то ринг делили отыр ма? Жер секілсі Алматтан жер секілсі мына келді. Жоқ, Бараттан әсерем, танысқойындар. Азамат. VIP каналдың участнигі. Бүгін біз кездесіп отырмыз. По вопросу трейдинга, қандай моменттер бар. Бүгін мен өте көп инсайттармен бөлсем. Трейдинг это же в первую очередь бізде психология. И дам пару советов. Менің есімім Азамат. Өзім міне Павлодар қаласынан көшіп келдім Астанаға. Семьям бар, 4 қызым бар. Өзім сварщикпін. Сварщик дәнекерлеуші еді ғой, сол маманды жұмыс істеп, осы трейдинг саласын үйреніп, меңгеріп, табыс табуға ол жандоспен үйренуге келдім. Жаңа айтып отырсың ғой, ең үлкен заработок 1 миллион теңге деп. Қанша теңгеден жасадың оны примерно? Қанша ақшадан бастап? Так, 1 300 000 заработал. 2,5 да? 2,5 теңгеден? Иә. Кстати, Азамат XRP дейтін криптовалюта ақша салыпты. Мен Инстаграм көрген жоқсың Паша? Мен XRP туралы түсірген видеоны, рилсқа. Да, қандай полезность бар, не үшін жауап береді деп. И Азамат, оказывается, 600 000 теңге салдың, е? 600 000 теңге XRP-ға салдым. Потом 1 200 000 шығардың. 1 200 000. Почему, короче, снял эти деньги? Потому что я занимался стройкой раньше, строительством. И эти деньги необходимы были оплатить зарплату рабочим. И пришлось снять эти деньги. Короче, сенің 600 000 теңген қазір өте керемет ақша болатын еді. Бірақ, так как сен строительством айналыстың, зарплата беру керек болды, сен сатып жібердің. Негізінде ол дұрыс, брат. Это, скорее всего, Құдайдың бір тексерген шығар. Жанлысың ба, не жанлысың ба. Менде ондай ситуациялар болған. Біз жерде тұрған ақшаны пришлось шығаруға, чтобы зарплатаны төлеуге. Енді адамдар жұмыс істеді, оларға семьясын асырау керек, да, понимаешь сам. Намаз оқылам дейсің ба қазір? Намаз оқитын. Когда вот работаешь, это как белка в колесе. Шалмай қаласың ба? Шалмай қаласың. Всегда надо работать, чтобы прокормить семью. Нифиговый, четкий. Әдеміші, таза. Анда тренер отыр как раз. Да, возьмем. Қайсы? Че, қалай? Атмосфера ұнай ма? Тема хорошая. Вот осындай зал достар, қараңдаршы, әдемі, иә? Получается, мында барлығы бар. Перчатки, бокс жасатын жер. Вот біздің Азамат на старте, на готове, на характере. Танысқойындар. Ахмет, профессиональный боксер, мой тренер. Красавчик по жизни, Түркістан жігіті. Пару слов, брат, почему бокс очень важен? Почему спорт важен? Неге бокс? Өйткені бокс өмірге ұқсас. Өмірде қалай саған сынақтар келеді, сол секілді сынақтарды көтере білу керексің. Бокста да қалай удар саған тисе, сол секілді ударды сен қабылдай білу керексің. Яғни сен ары қарай жылжу керексің. Ал жылжи алмадың, артта қаласың. Вот к этому именно учит бокс. Менде бар вообще характер появился, раз бокстан кейін. Қорықпайсың ғой? Бизнес, не бизнес, ми самый главный, ми демалады екен. Бүгін сол тренермен, подписчикмен. Кетіп пробежка ма? Да. А здесь как раз. Это вообще конкретно. Бесінші круг мынау? Бесінші? Стар. Че, Азамат, қанша? Қанша? Че, за месяц сколько сделаешь? Не готов принимать такой вызов? За месяц минус он возможно, е? Минус он. Смело пойди. Изи деп қойды. Кішкене ауызы тию керек. Ты жаңа Ахмет айтты ғой сен, лишний вес много чему мешает, да? Да. Мидың жұмыс істеуіне. Ол лишний вес, оған барлық нәрсе керек. Артық тамақ, фастфуд, газировка. Сосын дұрыс ұйқы маңызды, режим керек. Ол жеңіл болып қаласың кәдімгідей, бар ғой? Сосын маған тек тренировка келіп жүрсе болды. Все. Услышали? Если что, ребята, Азамат, Ахмет бар ғой, ол тренер емес, это профессиональный боксер на самом деле. Тренерство, ол бірақ қосымша самый дорогой тренер со страны. Так что скажу так, окружай себя богатыми людьми, и ты будешь богатым. Слава, брат. Камон, кеттік біз. Тренировка жалғасады.
Menде adamlar var nasıl? Evet, filmeye koyalım. Dünya koy, kez alsın değil. Ya sonda adamlar var. Men бар ма арасында? Bırak dünya. Kez alsın değil. O aksa kızı esep turgan жоқ. Сосын андай адамдар бар. Қалай айтсам, финансовый кішкене шықпаған, биікке шықпаған адамдар бар ғой енді. Кедей деп айтпаймын оны. Ол бүкіліне байланысты. Ол сен де байыдай майып кетуі мүмкінсің. Ол наоборот мүмкін. Сол жақта финансовый грамотность, стабильность жоқ. И финансовый свобода дейді ғой. Сондайға шықпаған адамдар бар. И олар қорқады наоборот, рисковый деп. Мысалы, индивидуальный келген, сен мысалы жай кеткен жерден тұрғын жасаған адамдар әлде қайда жақсы. Мысалы, маған бірақ результатты айтып берейін. Маған групповойға келіп жүрген адамның, мысалы, 6 айда жаңа 10 килограмм түседі да, мысалы. Ал индивидуальный келіп, жаңағы өзім көрдім, 10 килограмм, бір айда. Ну, финансовый страх менде де болады, помнишь? Иә. Үш рет емес аптасына. 2 рет келейін ба деген, потому что там... Қалай, ол ақша полигон шығып кетеді, сосын айтам. Не үшін қалай шығып кетеді? Мысалы, ол кісі әр жерде тамақ ішеді, маған айтады, ол мен көріп те жүрдім. Әр жерден тамақ ішеді, жаман тамақ ішеді, сонымен шығып кетеді. Ал қазір иә, сол ақшаны өзіне қойды, и тренировкаға қойды, и оны керек емес тамақ ішпей, сонда оны тренировкаға кетеді. Өзіңе салған инвестиция, это самая лучшая инвестиция деген осы. Спорт, білім и все остальное. Вот, у меня такого тренера. Конечно, вот я расту, ребята, вы что? Конкретно гонять. Да, конкретно как есть. Конкретно гонять как есть. Жеті, сегіз, бір екі, бір екі, бір екі, бір екі, бір, жеті, Кеттік. Жада ринг дірілдеп жатыр ма? Жерсі кілсі бар, Алматыдан жерсі кілсі мұнда келді. Все, тренировка бітті. Қалай санады ма?
От души, брат. Үлкен рахмет. Стоит красавчик тренироваться нужно. Нужно. Тренировка это жизнь. Все. Она даже естественно. Что, брат, қалай саған? Керемет тренировка өте жақсы болды. Өте ұнады. Оказывается бар ғой, не тренинг саласы жаңа айтады дисциплина екен ғой. Өзінде миында бар дисциплина бәрін жасап. Не только вот за компьютером сидеть, а вот жить надо, оказывается, тренировка, барлығы. Образ жизни, да? Образ жизни, оказывается, менять надо. Я вот только понимаю, жаңа түсіндіріп. Брат, саған рахмет, осыны көрсетіп, үйретіп. Бұрын кездескенмін, ризамын бар ғой. Бір кездестік, а там много чего понял. Да, и вот такое впечатление бар, конкретно прям вообще вау. Сол брат, жаңағы тренер, видишь, біз екеуміз жаңа тренер бар ғой. Жаңағы тренердің бір занятиясы 10 мың теңге тұрады. Екеумізге 20 мың теңге шықты, плюс залға төледік, анамның расходтармен где-то бір 30-35 мың теңге тасып кеттік. И біз төлегеннің арқасында көрдің бе, тренер старается бізге беруге. Бесплатно үйрететін болса, брат, он бы так не старался бы. И мен де сондай адаммын. То есть к чему клоню? Менде обучение бар, брат, өзің білесің, иә? 219 мың теңге. Анализ жасау үйреттім, Smart Money, Prop компания, Telegram каналдар, сигналдар түгелі бар, бір жыл бойы сопровождение бар бізде куратормен. То есть обучение алғаннан кейін сенде егер де сұрақтарың қалып қалса, әр апта сайын куратор бір рет өткізіп тұрады сабақ. Группа жинап отырады. Менде 350 мың тұратыным бар, Zoom арқылы үйрететін өзім, и 219 мың тұратыным бар, видео сабақтармен. К чему? Бұл курсты, брат, мен саған қазір тегін бере аламын, от души прям, не жалко. Но можешь сатып алуға. Просто выбор за тобой. Жаңа айтады ғой, каждыйдың өзінің еңбегі бар дейді ғой, енді бастадың сен өзің. Неше жыл шел к этому уже. Да, вот жаңа тренерді мысалы келтірген себебім сол да, көбісі айтады маған, Жандос, тегін үйретсеш деп. Вот тегін үйрете алмайсың, бәрі энергияны шығара алмайсың. Ақша төлеген кезде ты уже стараешься, видишь? Потому что менің 7 кураторым бар командада. Сигнал бойынша, криптовалютаның жаңалықтары бойынша бәрін істейміз, олардың зарплатасына менде оборот барады ай сайын почти лям теңге. Каждый ай менде оборот 1 миллион теңге чисто зарплатаға. Енді өзің ойлашы, мен обучениеға ақшаламайтын болсам, мен как это все буду делать? За все надо платить дейді ғой, сол сияқты ғой. Бәріне, бәрінде аламыз, бәрінде меңгереміз. Енді қара бір, тегін оқып десең, тегін. Жоқ төлеймін десең, төле. Ешқандай скидкасыз, бірақ ешнекесіз. Еңбегіңді нетпеймін, жемейміз енді. И самое главное, бір нәрсе бар айтып кетейін, достар, үлкен біздің қазақтардың жігіттердің андай ошибка бар да, жасы кішкентай болса, оларда бір намыс оянады. Кішкентай менен не үйрете алады, ол маған, сен менен үлкенсің 7 жасқа. Но, брат, менің тренерім жаңағы, ол менен жасы кішкентай. Менің психологым менен жасы кішкентай. То есть мұнда жастың несі болмау керек. Да, мен жасым өзі 34-те. 34-тен. Да, а мен 27-тен, брат. Да, это нормально. Там ойлама, там ойбай, жас кішкентай не үйретеді болмаған деген. Вот это болмасын. Да, оказывается, не бәрі жасқа қарамайды екен, білімге қарайды екен ғой. Басын білет, үйренгісі. Вот брат, сен өттің сол путьті. Да. Неше жыл бойы. Соны мен меңгеріп, енді аз уақытта үйренгім келіп тұр. Да, менің тіпті 2 жылдық опытымды обучениеда 2 айда өткетуге болады да негізінде. Ну, проп компания жайлы бағана айтып бердім ғой, сен помнишь? Да, да. Вот соған жеткізе аламын саған бұйыртса, көмектесіп. Все, келістік па? Да. Все, каналға лайк, подписка, және араларында Астана қаласынан біреулер болса, кто хочет со мной вот так вот бір күн провести, жазыңдар комментарияға идеяларыңды. А пока, брат, давай, мен сен қазір екі вопросайым. Все, давайте. Все, поехали.